Бастауыш білім, бәріміз білетіндей, негізгі білімнің қалыптасатын маңызды кезеңі. Осы кезеңде бала қалай қалыптасса, болашағы да сол бағытқа негізделмек. Армысыз көрермен, талант талқысы подкастының бүгінгі мерекелік шығарылымында бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Сариева Қарлығаш Серікқызы. Қош келдіңіз. Сізді төрімізді көргенімізге қуаныштымыз. Мынау мереке қарсаңында, көктемнің бастау алған шағында сізбен әдемі бір сұхбат құрамыз деген ойдамыз. Бірінші кезекте аналар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңізге табыс, шығармашылық табыс та тілейміз. Оқушыларыңыз сізді биіктен көрініп қуанта берсін. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі подкаст талант талқысы подкастына шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді алдымен мерекемен құттықтап жатсыз. Мынау енді көктемнің шуақты алғашқы мерекесі құтты болсын. Рахмет. Айтып жатқан тілектердің барлығы ұстаз шәкіртімен мақтанады дейді. Осы шәкірт тәрбиелеу жолындағы еңбегімізді бағалап, осындай керемет кездесу кешіне шақырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Сізге де рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Енді алғашқы сауалымыз болсын. Әлемде мыңдаған мамандықтың түрі бар. Соның барлығы дерлік адамзаттың өсіп дамуы үшін керек. Енді сол мамандықтардың ішіндегі ең маңыздысы адам тәрбиелеу. Осы қиын да қызықты жолды таңдауға не түрткі болды? Сауалыңызға рахмет. Енді ең алғаш осы Талдықұдық орта жалпы білім беретін мектебін бітіргеннен кейін 1995 жылы мені ата-анам Орал қаласына педагогикалық институтқа апарған болатын. Ол кезде ең алғашқы рет мынау Батыс Қазақстан облысындағы Пушкин атындағы педагогикалық институтта 1995 жылы бастауыш сыныптар педагогикасы мен методикасы деген жаңағы бөлім ашылып жатыр екен. Ол бөлімге тек қана небәрі 10 студент қабылдайды екен. Енді ол кезде жаңағы біз мектеп бітіргеннен кейін биология мамандығы бойынша оқуға түсем деген негізі өзімде арман болған. Бірақ дегенмен жаңағы сол облыс орталығында жаңадан ашылып жатқан мамандыққа неге бармасқа, бастауыш сынып мұғалімі деген жақсы мамандық деп жаңағы ата-анам маған ой салып, ол ой өзіме де жаңағы түрткі болды. Себебі бізді ең алғаш білім әлеміне тәрбиелеген Меңзипа Әмірқызы деген ұстазыма өте қатты тәнті едім. Біздің ол кісінің өмір жолындағы ең алғашқы жаңағы баспалдақтары, қарлығаштары, ең алғашқы түлектері, оқушылары біздер едік. Сол мұғалімге жаңағы қызығушылығым артып, сол 95 жылы 10 студенттің қатарынан табылғаныма сол жерде жаңағы емтихан тапсырып, емтиханнан жақсы балл жинап, бастауыш сыныптар педагогикасы мен методикасы деген бөлімге оқуға қабылдандым. Сол кезеңнен бастап, яғни мұғалімдік қызметке деген жаңағы өзімнің талпынысым, одан кейін оны әрмен қарай дамыту уақытында сол мамандық бойынша жаңағы білім ордасына жұмысқа орналасу, бұл жаңағы осы мұғалім мамандығымның әрі қарай дамуына себепкер болды. Ұстаздық жол деп жатырмыз. Осы ұстаздық жолдың қалыптасқан кезінде ауыл мектебінде ұстаз болудың ерекшеліктерін атап бере аласыз? Енді ауыл мектебінде ұстаз болудың ерекшеліктері, мынау енді өзіміз ауылда өсіп өнгеннен кейін туған жерге, туған елге деген бетбұрыс кез келген жаңағы адамда болады. Оқу орнын бітіргеннен кейін қазіргі кезеңде де бар, ол кезеңде де жаңағы бөлініс болады. Соңғы курстарда жаңағы қай аудандарға, қай жерлерге жаңағы таңдау жасатады. Сол кезде
мен өзім бірден өзімнің жаңағы тұрған жерім осы Казталов ауданы Ақбатер өңірінде орын болса, сол жерде жаңағы өзімнің педагогикалық ісімді әрмен қарай жалғастырсам деген жаңағы ұсыныс білдірген болатынмын. Ол кезде жаңағы Казталов ауданы бойынша жаңағы студенттарды таңдау жүргізілді. Сол кезде жалпы ауылға емес ауданға қабылданасыз деп жаңағы ұсыныс білдірді. Енді ауданға келгеннен кейін қай ауылға болса да барасыздар. Жаңағы ауылдың баласын тәрбиелеу әр педагогтың, жалпы барша педагогтың міндеті. Осы міндетті сіздер өздеріңіздің абыройларыңызбен атқаруларыңыз керек деген жаңағы үлкен ұсыныстар айтылды. Бірақ дегенмен де жаңағы өзімнің осы тұрғылықты тұрып жатқан жеріме Ақбатер ауылына ең алғаш рет 1999 жылы білімімнің нәрін әрмен қарай сусындататын жаңағы шәкірттермен жұмыс жасауға осы елге келдім. Ол кезде жас мамандарға деген көзқарас қандай болатын? Ол кезде жас мамандарға деген көзқарас жақсы болды. Себебі жаңағы сол 1999 жылы осы мектепке 16 тамыздан бастап орналасқан болатынмын. Сол кезеңнен бастап жаңағы қазіргі тәлімгерлік деген жаңағы қызмет сияқты ол кезде де тәлімгерлік тағайындалады. Өзіме тәлімгер болып жаңағы Айтқалиева Сәуле апай тағайындалған болатын. Ол кісінің көмегі өте көп болды, және сонымен бірге осы біздің мектебімізде қызмет атқарған Рыскүл Шайменовна, ол кісінің де жаңағы қолдаулары, жалпы бастауыш сыныпқа келген жаңағы жас мамандарға деген біздің осы Ақбатер жалпы орта білім беретін мектебіндегі бастауыш сынып ұстаздарының ықпалы өте көп болды. Ол кісілердің қолдаулары, әрбір жаңағы берілген пәннің методикасын түсіндіруде, оқушылармен жаңағы бір-бірімен қарым-қатынасты қалай дамытуға болатындығын барлығын сол кісілерден үйрендім десем болады. Енді материалдық жағынан келген кезде тұрғын үй берілетін бе ол кезде? Ол кезде жаңағы ондай әрекеттер болған жоқ. Жалпы оқу бітіргеннен кейін, енді қазіргі кезде мысалы жаңа бағдарламалар бар ғой, дипломмен ауылға деген. Ол кезде ондай бағдарламалар болмағанды. Жаңағы ауылдық мектепке жалпы жұмысқа орналасудың өзі жаңағы үлкен қуаныш еді ғой ол кезде. Енді 1999-98 жылдар енді нағыз өзгеріс болып жатқан уақыттар, білесіздер. Сондықтан жаңағы қолыңа алған дипломмен жұмысқа орналасып қызмет бастаудың өзі бір бақыт болды. Рахмет. Ыбырай Алтынсарин балаға күш қуат беріп төрге сүйрейтінде, жігер беріп баланы шабыттандыратында ұстаз деп тұжырымдаған. Біз қазіргі кезде осы сипаттамаға қаншалықты сәйкес келіп жатырмыз? Енді Ыбырай Алтынсариннің жаңа берген тұжырымдамасы мен толық келісемін. Жалпы қазіргі кезеңнің талабы, жалпы жаңаша білім берудің талабы баланы шабыттандыра отырып білім беру. Енді білім беру мазмұнында қазіргі кезеңде оқушының жаңағы білім алу деңгейі, жалпы қызығушылығы кең көлемде қазір бейнеленеді. Себебі оқушының талғамы өте жоғары. Қазіргі даму кезеңіне байланысты, жалпы оқушылардың емін еркіндік кезеңіне байланысты, білім беру кезінде оқушылардың шабыттануына әртүрлі әдістерді немесе жаңағы олардың қызығушылығына аса қажетті дүниелерді табудың өзі бұл мұғалімге жаңағы жігер тудырады деп ойлаймын. Себебі әрбір алдыңа келген оқушыны қызықтырып, оған жаңағы біліміңді нақты күйде жалпы жан-жақты беруде өзің түрлі болжамдар жасап, түрлі жаңағы әрекеттер жасау арқылы жеткізе білу, бұл маңызды іс болып тұр қазіргі кезеңде. Яғни баланың бойына білімді сіңдіру үшін де
ол балада қызығушылық жаңағы басым болу керек. Қызығушылық басым болу керек. Ендігі кезекте көп әзіл қалжың ретінде де айтып жатады, осы бастауыш сыныптың оқушылары өздерінің сабақ берген пән мұғалімдеріне көбірек ұқсап кетеді деп. Жүріс тұрысы, сөйлеген сөзіндегі манері деген сияқты. Осының сыры неде жалпы баланың мұғалімге ұқсап бастауыш сыныптан бастап? Жалпы бастауыш сыныптың оқушылары еліктегіш келеді. Олар келгенде жаңа ата-аналардың өздері де айтып жатады ғой, апайдың айтқаны заң деп. Яғни апай мұғалімі, алғашқы ұстазы оқушыға қалай әсер етсе, оқушы сол жаңағы ұстазға қарап өзін түзейді, өзін соған лайықты етіп тәрбиелейді екен. Жалпы жаңа басында да айтып өттім, өзімнің жаңағы алғашқы ұстазым осы өңірдің жаңағы тұрғыны болған Меңзипа Әмірқызы. Бұл кісі жаңағы біздің мектебімізге алғаш еңбек жолын бастап жаңағы келгенді, сол кезде барлығымыз сол апайға қызығатынбыз. Ол кісінің ұзын бұрымды шашы, оқушыға күлімдеп қараған әрбір жаңағы кезеңі, соған еліктеуді, сол апай сияқты түзу, келбетті жүруді армандайтынбыз. Жаңағы қыздар арасында сайыс өткізген уақыттарда шашымыз қысқа болса, сол үйдегі аналарымыздың жаңағы орамалдарын қосып бірге шашымызды ұзын қылып, өзіміз сол кісіге еліктейтінбіз. Жалпы бастауыш сынып оқушылары, Тұрсынбектің де қалжыңында бар ғой, қай мұғалім қандай жаңағы оқушыға тәрбие береді, оқушыны қалай тәрбиелейді, сынып сол бағытта сол жаңағы мұғалімге еліктеп, сол мұғалімнің жаңағы берген тәрбиесін өздерінің бойларына сіңіріп, дәл солай болып қалыптасады екен. Енді өсе бара 5-6 сыныптарға барғанда олар өздері жаңағы талғам жасауы мүмкін. Ол сұрақты қойып отқан себебіміз өткендегі Ақбота олимпиадасын өткізген кезде мен қатты таңғалдым. Сіздің сыныптың оқушылары есікті алдымен қағып, олимпиада осында болып жатыр ма, бізге кіруге болады ма, қашан басталады деп амандасып, кейіннен қай жерге отыратындарын сұрап деген сияқты сондай бір сөйлеген манерлары, қойған сұрақтары барлығы сол сізге ұқсаңқырап кетті көбірек. Сосын кімнің қолтаңбасынан шығып тұрған оқушы екендігін сол оқушыдан да аңғарылады. Енді оқушы деп жатырмыз, алдыңызда бірнеше бала, әрқайсысы әртүрлі, барлығы былайша айтқанда бір-бір үйдің еркелері. Осы оқушылардың қайсысы көбірек сізге ұқсаңқырайды? Жаңағы оқуға келген кезде білім алуға деген қызығушылықтарынан аңғарылады ма? Мысалы, мың мықтың ішінен бірі дараланып тұрады дегендей, қай шәкірттеріңізден зор үміт күтесіз? Әрине бөліп жаруға болмас, бірақ қайсының көбірек жаңағы үміт күтесіз? Енді қазіргі таңда алдымда 14 оқушы, негізі 1-ші сыныпқа 16 оқушы болып қабылданған болатын. Қазір сол өзімнің алдымдағы 14 оқушымның 14-і бір-бір төбе. Бұл оқушыларының ішінде жаңағы ерекше қабілетімен, ерекше дарындылығымен, әр оқушының қабілеті әртүрлі ғой енді. Сондаймен ерекшеленетін оқушыларым бар, көп. Енді жаңағы жасқан шақтап, өздерінің білгендерін жаңағы көрсете алмайтын да оқушыларым бар. Бірақ олардың терең түбінде жаңағы білімдерінің барын, олардың өнерге деген құлшыныстарының барын, және жаңағы шығармашылық қабілеттерінің де барын сезіп, біліп, оларды сол жақтарынан дамытуға талпынамын. Енді жалпы оқушыларымның ішінде өзіме қатты ұқсайтын, өзімнің кішкентай балалық кезімде бастауыш сыныптағы бір жаңағы кезеңдерімді есіме түсіремін. Іңкәрді, мысалы, өзімнің сынымның ішіне қазір іңкәрді солай қабылдаймын. Хамит Іңкәрді. Хамит Іңкәрді.
іңкәрдің жаңағы біліп тұрады, білгенмен жаңағы жарып шығып мен білемін деп жаңағы орта жармайды. Бірақ біліп отырса да жаймен ғана жаңағы жеткізеді. Мен де жаңағы өзім бастауыш сыныпта ондай алғыр болған жоқпын. Бірақ жай көзбен бағалап отырып, қарап отырып, жаймен жауап бергенді, шынымен бұл дұрыс па екен, бұрыс па екен деп жаңағы ішіме сақтап отыратын кезеңдерім болды. Сондай кезеңдерді жаңағы әрбір оқушыны бақылап қарап отырғанда сол іңкәрдің жаңағы қазіргі кезеңі өзімнің балалық кезімдегі жаңағы есіме түседі. Енді алғырлық жағынан Қаншайымды айтуға болады. Мұратова Қаншайым деген оқушымды, Көзайым деген оқушыларымды айтуға болады. Өзінің ерекше қабілеттерімен жаңа көзге түсіп жүрген. Жанайым деген оқушыларым өте сыпайы оқушылар. Жаңағы барлық жағдайыңды, көңіл күйіңді барлығын барлап, жаңағы әр оқушы бір комплимент айтуға дайын тұратын оқушылар. Қазіргі оқушылар қалай, мысалы, олардың тәрбиесіне де жаңағы жақсы көңіл бөлетін ата-аналарымыз бар. Жалпы қазір жаңаша жаңағы бақытпен тәрбиеленіп жатқан, еркіндікте тәрбиеленіп жатқан оқушыларымыз бар. Олар еркіндікті сүйетін оқушы, еркін өздерінің пікірлерін білдіре алады. Ортада жаңағы менің көңіл күйімнің жақсы екенін көрген оқушы күліп кірсем, апай сіз бүгін өте көңілді келе жатсыз, біз өте қуаныштымыз. Егер де жаңағы бір жерім ауырып тұрса, қасыма келіп құлағыма сыбырлайтындар болады. Апай бүгін сіздің көңіл күйіңіз жоқ, бір жеріңіз ауырып тұр ма деп жағдайымды сұрайтын оқушыларым болады. Сол кезде осы оқушылардың сондай жаңағы пікірлерін ести отырып, өзімді өте бақытты жаңа ұстаз есебінде санаймын. Яғни сіздің эмоцияңыздың бәрін бақылауда ұстайтын болып тұрсыз. Енді жаңа қыз балаларды тізбектеп шықтыңыз. Ұл балалардың ішінде де жаңағы Нұрасылды, Әміржанды айтуға болады. Оқушыларымның ішінде. Және Нарыл деген оқушым бар. Жаңағы барлығын көзбен бақылап, бірақ ішкі түйінінде кәдімгі бір түйінді ой айтатын оқушы. Нарыл деген оқушы. Жаңағы көп сөйлемейді, бірақ жаңағы барлығын түйіндеп, бір түйінді нәрсе айтады. Енді болашақта бұл оқушыларымнан жақсы оқушылар шығады деп ойлаймын. Жаңағы олимпиадаға дайындауда да болса да, жалпы шығармашылық, жобалық жұмыстарда да жақсы бір белсенді оқушылар болады деп есептеп отырмын. Қазір әлі ерте шығар, бірақ бірінші жылдан кейін көргеннен кейін сіздің сұхбатыңызды осындай ой пікір қалдырғаныңызды балаларды жаңа сөздің басында айтқандай шабыттанады деп есептейміз. Ендігі кезекте жаңағы бастауыш білімді алғаннан кейін орта буынға оқушы ауысқан кезде көп жағдайда былайша айтқанда сабақ үлгерімдері күрт өзгеріп кетіп жатады. Оны көріп те жүрміз жаңағы оқушылардың бойынан. Осыған жалпы не себеп болады? Физикалық жағынан ба, әлде балалардың психологиялық жағынан ба? Осылардың осындай болуының себебі қалай деп бағамдайсыз сосын? Мен жалпы енді осы орта буынға өткен оқушыларды, енді бастауыш сыныпта олар бір мұғалімнің методикасынан өтеді, әдістемесінен. Негізгі жаңағы пәндерден бір мұғалім береді, 4 жыл бойы сол мұғалімнің методикасына, сол мұғалімнің әдіс тәсіліне, сол мұғалімнің жаңағы пікіріне ол оқушылар қалыптасады. Енді орта буынға барған уақыттарда әр пәннен әр түрлі мұғалім береді. Әр түрлі мұғалім бергеннен кейін әр түрлі мұғалімнің әдістемесі, мысалы тіл мамандарының әдістемесі басқаша болуы мүмкін. Енді жаңағы жаратылыстану бағыты бойынша педагогтардың әдістемесі басқаша деңгейде болуы мүмкін. Осыны қабылдау бастауыш сынып оқушыларына қиындау болып жатады. Әсіресе 5-ші сыныптарда олар жаңағы үлкен күйзелістен өтеді деп есептеймін өз басым. Жалпы оларға өте ауыр болады. Сосын
бастауыш сынып мұғаліміндей жаңағы әр мұғалім оларға әрекет жасау аз. Оларға жалпы айтқанда біз әрбір сабақ сайын оқушылардың көңіл күйлеріне қарап отырамыз ғой. Көңіл күйлеріне қарап, олардың жаңағы берген жауаптарына әрмен қарай дамытуына жаңағы нұсқау бересің. Сен әлі де ойланып қараш, әлі де жаңағы сіздің беретін жауабыңыз бар сияқты, тағы да ойланып қараш деп жаңағы оларға әлі де үміт отын жағамыз әрмен қарай жаңа дамыту үшін. Енді бұндай әрекеттерді әр мұғалім жасай білсе, олардан мүмкін соған үйренер ме еді деп жаңағы ойлаймын. Және орта буынға барғанда сол енді бірінші психологиялық күйзеліске түсетін секілді көрінеді маған өзіме. Жалпы әрбір мұғалімнің берген комментарийіне, олар жаңағы берген пікіріне де олар жаңағы көп немен қарайды, күмәнмен қарайды. Жалпы енді бала дейміз ғой, бірақ бала дегенмен де балада сол айтқан әрбір сөзге ойланады екен. Мысалы 5-ші сыныптың оқушысы, 6-шы сыныптың оқушысы болсын, қазіргі таңда өзімнің осыдан жаңағы 2 жыл бұрын шығарған сынып оқушыларымен хабарласап, дәлізде көріп, жаңа жағдайларын сұраймын ғой. Сол кезде енді әр біреуі өздеріне жаңағы қиналып жатқан сәттерін баяндайды. Сол кездерде өзіме бір жаңағы ой келеді. Жаңағы біздің методикамызбен орта буынның методикасының арасында алшақтық бар ма екен деген. Сол алшақтықты қалай жақындатуға? Сол алшақтықты енді жақындату үшін сабақтастық жүру керек деп ойлаймын. Бастауыш буын мен жоғарғы буынның мұғалімдерінің арасында. Жалпы орта буынның мұғалімдерін бастауыш буынға сабақ бергізіп көрсе деген. Мүмкін біздер олардың жаңағы әдістемесін біздер түсінбейтін шығармыз. Мүмкін біз жоғарғы буынға сабақ беріп көрсек. Сол кезде түсінерміз. Мүмкін жаңағы жоғарғы оқу орындарында әлде сондай бір әдістеме ойластыру қажет пе деген жаңағы ой, өзімнің ішкі ойым ғой енді. Жалпы психологияда, педагогикада бұл зерттелген ғылымдар. Енді сол мамандықты иеленген әрбір адамның өзінің талпынысы мен өзінің әдістемесінде қалыптасады деп ойлаймын. Рахмет. Келесі сауалымыз, қазіргі білім беру жүйесінде сізді не алаңдатады, керісінше не қуантады? Алаңдаушылық бар ма, әлде жаңағы білім жүйесіндегі жетістіктерге деген бір қуаныш сезімі басым ба? Қазіргі білім беру жүйесінде енді қуанту сезімі басымырақ. Себебі қазіргі кезде мұғалімнің өзінің жаңағы өзін дамыту жүрсе, осы қазіргі заманның білім көшіне ілесе алады. Егер де жаңағы қазіргі қойылып жатырған жобалық оқытумен, немесе жаңағы қазіргі жоспарланып жатқан түрлі әдістермен оқыту, немесе кешенді талдаумен жұмыс жасау арқылы жаңағы соған ілесіп, сол лекпен жұмыс жасаймын деген педагог болса, онда жаңағы қуанту сезімі басым. Негізі бұл педагогтың өзінің белгіленген білім жүйесіне жаңағы көзқарасымен қалыптасады. Егер де бұл жүйені қолдамаймын, жаңағы бұл жүйе бізге лайықты емес, жаңағы дәстүрлі оқыту деген қажет деген жаңағы ұғым қалыптасса, онда жаңағы жаңашылдық, дамыта оқыту деген технологияға ілесу өте ауыр болады. Тоқтау көп болады. Және жаңағы оқушыны шығармашылықпен жұмыс жасатуға да, жалпы оқушыны дамытуға да кері әсері көп болады дер едім.
Не алаңдатады? Алаңдататыны жалпы қазіргі мынау балалардың қабылдауының тез қабылдайды, тез ұмытады. Сонысы алаңдатады мені. Себебі қазіргі кезеңде енді барлығымызға да мәлім ғой. Барлығымыз да жалпы үлкеніміз де, кішіміз де қазір мынау барлық ақпаратты, дайын ақпаратты қолданатынға көштік. Сол мені қатты алаңдатады. Жалпы ізденушілік қабілет деген балада да, педагогта да өздігінен ізденіп, өздігінен жаңаша нәрсе табатындай деңгей болса деген, деңгей болғанда ғана жаңағы жақсы жағына қарай бетбұрыс болады. Мен алаңдататыны сол қабылдау деңгейлері тез және тез ұмытшақтық жаңа көбейгені. Сол алаңдатады. Ендігі кезекте жасанды интеллектте біздің білім жүйемізге кәдімгідей орнығып, өз орнын алып алды. Ол жаңағыдай айтқандай оқушының ойлау дағдысын тежеп кері әсерін беріп жатырған жоқ па, әлде тиімділігі жақтары, тұстары көп пе? Жаңа айтып өткендей, бұл жасанды интеллект енді методикаға қолданған енді тиімді жағы бар. Жалпы оқушыға жаңа нұсқау беруге қолдану керек деп ойлаймын мен. Оқушыға да, жалпы педагогқа да бағыт бағдарын көрсету, енді оны әрмен қарай дамыту үшін жаңағы өзіне ізденіс керек. Жалпы жасанды интеллекті қолдану енді оқушыға, мысалы, оқушы қызығады. Сабағымызда мысалы жиі қолданған уақыттарда, ойын элементтеріне араластырған уақыттарда, мысалы енді бұрын портреттерді көрсетіп жүрдік, мысалы Абай Құнанбайұлы өмірін, шығармашылығын барлығын таныстырамыз. Ал қазіргі кезеңдерде олардың барлығын Абай Құнанбаев болсын, Ыбырай Алтынсарин барлығын сөйлетіп, өздерінің өмірлерін өздері баяндайтындай қалыпқа жеткізіп, қазір жасанды интеллект түрінде қолданып жатырмыз. Енді олардың барлығына да оқушы тәнті, қуанады. Әрбір сабақтан бір-бір жаңашылдық күтіп отырады оқушы. Сондықтан оның тиімді жақтары көп, бірақ жаңағы шектен тыс көбірек қолданып, соған оқушыларды толығымен қалыптастырған кезде ізденісін жоғалтады. Ізденісін жоғалтады. Сондықтан жаңағы оларға не беру үшін, жол беру үшін, бағыт бағдар беру үшін қолданған дұрысырақ деп ойлаймын. Сіздің енді 26 жылдық педагогикалық еңбек өтіліңіз бар. Осы тәжірибелі ұстаз ретінде айтыңызшы бізге, балалардың жан дүниесін түсіне отырып, сабақ берген кезде сабақты тиімді өткізудің белгілі бір өзіңіз қана қолданатын методикасы бар ма? Жан дүниесін жаңағы түсіне отырып қолдану әдістеме. Жалпы жаңа айтып өткендей, әр педагогтың әдістемесі әртүрлі. Енді баланың әрбір сабаққа келген уақытта, мысалы қазақ тілі болсын, әдебиеттік оқу болсын, белгіленген көзделген тақырып оқу мақсатына жету үшін белгілі бір жаңағы әдістемені қолданасыз. Оны қолдану кезінде оқушының қалай қабылдай алатын, яғни оқушы қабылдай алатындай, оқушы түсіне алатындай, оқушы жаңағы оған кері жауап қайтара алатындай, оған белгіленген тапсырмаларды орындай алатындай әдістерді қолдану тиімдірек деп ойлаймын. Енді осы тұста жалпы оқушыларға, мысалы қазіргі кезеңде біздер әдебиеттік оқуда, мысалы авторлар, әрбір шығармада міндетті түрде авторлармен танысамыз. Авторлармен танысу кезінде міндетті түрде топтастыру жаңағы стратегиясы арқылы жұмыс жасату менде өзімде қалыптасқан әдіс бұл. Себебі жаңағы оқушы өзі сол авторды оқи отырып, сол автордың туған жері мен жылын жаттау.
яғни жаттау болғанда мысалы әр оқушы топтастыру стратегиясы арқылы оның қай жерде дүниеге келгенін, қай жаңағы өңірде нешінші жылы дүниеге келгенін және оның кім екенін, аудармашы, ақын, жазушы деген жаңағы ұғымдарды бұл баланың есте сақтау қабілетіне жақсы әсер етеді. Және қандай шығармалары бар, сол шығармаларды жаңағы түптеп кезекпен кезек жаңағы сол стратегиялық орналастырса, оқушының есте сақтау қабілетіне бұл бірден бір жаңағы түрткі болады. Осындай әдістерді жаңағы жиі қолданамын. Себебі бізде жаңағы көбіне шығарманың мазмұнына, мәтінге көбірек назар аударамыз да, жаңағы сол мәтіннің авторы тыс қалып қойып жатады көп жағдайда. Сондықтан жаңағы әрбір шығарманы оқу барысында автордың да рөлін жаңағы көрсеткім келеді. Негізгі менің жаңа әдебиетті оқудағы негізгі басты ұстанымым осы. Себебі жаңағы керемет тәлімі, тағылымы мол шығарманы оқимыз, талдаймыз, сол мәтін бойынша жаңағы жұмыстар жүргіземіз. Сол мәтіннің авторының кім екендігі көбіне қалыс қалып жатады. Сондықтан автор жөнінде, мысалы автор орындығы деген жаңағы әдісті қолданамын. Мысалы осы шығарманың авторы болып осы жерде сөйлеп көріңіз деп оқушыларды отырғызып, жаңағы сол авторы болып өзі пікірін білдіріп, туған жерін, жылын айтып, өзінің шығармасын айтып, мен осы боламын деп жаңағы өздерінің пікірлерін білдіреді оқушылар. Жаңа бала жанын түсіну деп айтып жатырмыз. Өзімнен мысалы кездесіп жатады, жас маман ретінде. Жалпы жас маманның көбінде де осы сұрақ көкейлерінде жүр деп есептеймін. Біз мысалы оқушыға талап қоямыз, қажет жерінде ұрысып та жатамыз. Бірақ сол ұрысты, талапты оқушы қаталдық немесе жаңағы педагогтың суықтығы деп қабылдамай, сіздің де заңыңызды оға алғанын мысалы педагог қалай сезінеді оқушыдан? Жалпы менің ұстанымым жалпы сынып ішіндегі бірыңғай талап оқушыда жаңағы болу керек. Енді жаңаша білім берудің негізгі, жаңартылған білім берудің негізгі мазмұнында жаңағы көзделген мақсат оқушы өмірмен алған білімін өмірмен байланыстыра білу керек. Негізгі талап сол. Жаңағы математика сабағында болсын, өзінің оқыған білімін, алған жаңағы көзделген оқу мақсатындағы мақсаттарын өмірмен байланыстыра білу. Енді жалпы сынып ішінде бірыңғай талап болу. Егер де бірыңғай талап болған жағдайда оқушының жаңағы барлық зейіні, барлық жаңағы қабілеті мұғалімге ауады. Егер де жаңағы ол үшін жаңағы оқушылардың мұғалім зейінін өзіне аударту керек, яғни осы білімнің оларға қажетті екенін ұғындыру. Бүгінгі жаңағы алатын біліміміз өзімізге аса қажет. Сондықтан мұқият тыңдауды, мұқият жаңағы оған назар аударуды жаңағы талап ету, бұл әр ұстаздың солардың назарын өзіне аудара отырып, содан кейін әрмен қарай жаңағы белгіленген әдістерін қолдана отырып, беру арқылы жаңағы білім қалыптасады деп ойлаймын. Менің өзімнің жаңағы жалпы сыныбымның ішіндегі қалыптасқан бұл дәстүр кәдімгі. Мен оқушы зейінін бірінші өзіме аударам. Жалпы сабақ басында жаңа психологиялық дайындық жүреді ғой, дайындық барысында әр оқушының психологиялық көңіл күйі барлығы анықталады. Жаңағы психологиялық дайындықтан анықталғаннан кейін баланың зейіні сол сабаққа аударылу керек. Егер де баланың зейіні сабаққа аударылмай, жаңағы одан тыс қалып қалған жағдайда ол күнгі сабақ оқушы жаңағы санасына қалыптаспады деп есептеймін. Сондықтан жаңағы бірыңғай талаппен, бір ізділікпен жүрген
сабақтан оқушы жақсы білім алып шығады деген ойдамын. Рахмет жауабыңызға. Сұхбатымыз өз мәресіне жақындай келді. Ендігі сізге сауалымыз, түйінді сауалымыз, алдағы қойған мақсаттарыңызбен бөліссеңіз, және қандай арманыңыз бар? Енді алдағы мақсат жалпы бастауыш сынып бірлестігінде бастауыш сынып жаңағы оқушылармен осы мектебіміздегі жүзеге асып жатқан стратегиялық бағдарлама аясында бір жоба жоспарлағанбыз. Сол жобаны жаңағы әрмен қарай дамытып, соны жобалық оқыту кіріктірілген жаңағы бірнеше пәннің кіріктірілген деңгейін жоғарғы деңгейге шығара отырып, белгілі бір нәтижеге жетсек деген өзімнің арманым бар. Енді осы оқу жылында жоспарлаған болатынбыз. Соны енді 3 жылға әрмен қарай ұзартып, осы мына қазіргі оқып жатырған сыныбымнан белгілі бір сол жоба бағытын әрмен қарай жүзеге асыратын оқушыларды көргім келеді. Енді жоспар өте көп. 2025 жылы педагогикалық шеберлік орталықтан білім жетілдірген болатынмын. Сол білім жетілдіру кезінде жаңағы орта буындарда жүзеге асып отырған әдісті бастауыш буынға қолдану жөнінде білім жетілдіргенбіз. Енді сол білім алып келген білімімді өзімнің бірлестігімде қолдана отырып, содан бір жобалық топпен аудан көлеміне, облыс көлеміне бір жобамыз ұсынсақ деген мақсатымыз бар. Сол мақсатқа жетсек, сол мақсатқа жету жолындағы жаңағы қадамдарымыз нық және айқын орындалса деген мақсатым, арманым бар. Сол арманымды жүзеге асыру үшін бірнеше қадамдарым бар. Сол қадамдарым енді өзінің орнымен жүзеге асса екен деймін. Яғни педагог тек қана сабақ берумен ғана шектелмей, сондай жобалық шығармашылық жұмыстармен де айналысқаныңыз жөн деп есептейсіз. Сол армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындалып, өз жемісін бере берсін деп тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде мерекелік шығарылымда сұхбатта болған бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Сариева Қарлығаш Серікқызына келіп тұшымды айтқан ойларыңыз үшін уақытыңызды бөліп келіп біздің ортамыздан табылғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Және осы эфирді пайдаланып өзіңіздің жақын туыстарыңызды, әріптестеріңізді мерекемен құттықтасаңыз болады. Енді құрметті мектебіміздің арулары, ұстаздары, әйел жолдастары, мектебіміздің оқушы қыздары, жалпы мектеп ұжымында жұмыс жасап жатқан барша әйелдер қауымын мынау халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әйел ана, әйел ұстаз, әйел бақыт иесі. Сондықтан барша әйелдер қауымына мынау көктемнің құлпырған күніндей жылылық, қызғалдақтай әдемілік, мынау даланың кең дарханындай кеңдік тілей отырып, жалпы дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге жақсылық, мынау жасап жатқан жұмыстарыңыздың биік белестерін бағындыруға және елімізді, ұжымымызды бірлікте, тірлікте жұмылдыра білетін осы еңбектеріңіздің жана беруіне өзімнің атымнан тілегімді білдіремін. Осы ұйымдастырып жатырған, кездесуге шақырған мектеп әкімшілігіне және Ермекқалиұлы, сізге көптен көп рахмет. Еңбегімізді бағалап, осындай
мереке алдында мерекелік құттықтау жасап жатқандарыңызға мынау мектебіміздің мәртебесі асқақтап биіктей берсін. Мектебіміздегі білім алып жатқан шәкірттеріміздің жетістігі өте көп болсын. Осы облыс, республика көлеміне танымал жаңағы жұмыстарымыз бен педагогтарымыздың қызметтері арта берсін деген тілек білдіремін. Баршаңызды да мынау келіп жеткен 8 наурыз және алдағы ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі құтты болсын. Қаралы Серікқызы, Ақжарма, тілектеріңізге көп рахмет айтамыз. Өзіңізге де осындай тілектерді жолдай отырып, осы гүл шоқтарын табыстауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер бүгін жақсы бір сұхбат, әңгіме тыңдадыңыздар деген есептеміз. Және бізді көретін көрермендерге, қолдап жүрген көрермендерге көп рахметімізді айтамыз. Және осы эфирді пайдаланып, бізде барша нәзік жандыларды мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің арнамызды қолдап, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Біз сіздердің әрбір қолдауларыңызды сезінеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар, таланттар таңыла берсін.